Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бауырсақтың ең жақсы рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Сіздерде дайындап көруге кеңес беремін. Ең бірінші сүтімізді құямыз. Ол жылы болу керек. Ашытқы саламыз. Тұз саламыз. Кейін қант саламыз. 2 қасық қаймақ саламыз. Сұйық майымызды құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, үстін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне 15 минуттан соң ашытқымыз осылай көпіріп көтеріледі. Міндетті түрде осылай көпіру қажет. Араластырып алып, үстіне електен өткізіп, ұн саламыз. Ең бастысы ұнды көп салу керек емес. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ұнды аз-аздан салып тұрамыз. Қолымызға май жағып, қамыр илейміз. Үстелдің үстіне қамырымызды қойып, қолмен жақсылап илеп алып, ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 40 минутқа жылы жерге қоямыз. 40 минуттан кейін қолымызды майлап, қамырымызды үстіне басатын боламыз. Жақсылап басу қажет. Тағы үстін жауып, пищевой пленкамен 40 минутқа тағы қойып қоямыз. Бетін ашып, қолымызды майлап, тағы да елеп жібереміз, стол үстіне жаямыз. Қамырымыз күшті болып көтерілді. Осылай қолмен ауасын басып аламыз. Жұқа қылып жаямыз. Қараңыздар, қамырдың қалыңдығы осындай болу керек. Енді кесеміз. Мен домалақтап кестім. Тағы бетін 15 минут жауып қоямын. Ал енді бауырсақтарымды пісіремін. Осындай шұңғыл табаға пісірген жақсы. Бауырсақтар міндетті түрде майға батып тұруы керек. Май міндетті түрде қатты қызып тұрған болу керек. Қараңыздар, бауырсақтар үрпілдеп, шарқ-сап үріліп шықты. Өте дәмді, өте жұмсақ болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңдар.